Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі құрамы қарапайым шоколад банан пирожныйларын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен миксеріміздің ыдысына 5 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне шекерімізді қосып, массамыз 2-3 есе ұлғайғанша, әппақ масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай әппақ үлпілдеген масса шығуы керек. Енді ыңғайлы бір ыдысымызға бананымызды осылай бөліп салып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды және де сүтімізді құйып, блендердің көмегімен біркелкі масса жасап аламыз. Дайын болған массамызды жұмыртқамыздың үстіне ұқыптап құямыз. Және де лопатканың көмегімен массамызды төменнен жоғары қарай араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды қосамыз. 2 бөліп қоссаңыздар да болады. Оны да лопатканың көмегімен ұқыптап төменнен жоғары қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Пергамент қағазы төселген пешіміздің формасына қамырымызды құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан бисквитімізді бірден формадан алып, толықтай суытамыз. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін шоколадымызды су буында немесе қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Және де бірден менде мына жерде қаймақты бөліктерге бөле отырып осылай қосып, шоколадқа жылдам араластырамыз. Бізде қаймақ пен шоколад қосылғаннан кейін массамыз қоюлана түседі. Біркелкі етіп барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді қант ұнтағын қосамыз. Қант ұнтағын қосып араластырамыз. Қант ұнтағын қосқаннан кейін массамыз сәл жұмсарады. Міне бізде өз формасын ұстайтын осындай әдемі крем шығады. Енді ірілеп туралған грек жаңғағын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді пирожныйымызды жинай берсек болады. Ол үшін суыған бисквитімізді теңде 2 бөлікке бөліп, астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Жан жақтарында ақырын тегістеп алып тастасаңыздар да болады. Осындай 2 бірдей корж шығады. Енді біз бірінші коржымыздың үстіне кремді шамамен 2 бөлікке бөліп, яғни бір бөлігін көптеу ғып бөліп аламыз. Сол көптеу бөлікті осы бірінші коржға жағатын боламыз. Біркелкі етіп коржымыздың үстіне жағып шығамыз. Оның үстіне екінші коржымызды қойып, қалған кремімізді де біркелкі тегіс етіп бетіне жағып шығамыз. Пирожныйымыздың бетін қалауыңызға қарай сәндесеңіз болады. Менде мына жерде қатырылған шоколадты блендерден өткізіп ұсатып алған болатынмын. Сонымен бетіне сеуіп шығатын боламын. Енді осы күйінде тоңазытқышқа кемінде 2-3 сағатқа жібереміз. Менде пирожный тоңазытқышта бір түн тұрды. Енді біз ыстық суға пышағымызды мала отырып, ұқыптап пирожныйларды бөліктерге бөліп шығамыз. Өзіңізге қалаған размерде бөлсеңіз де болады. Мен видеодағыдай теңдей 12 бөлікке бөліп шықтым. Пирожныйлардың үстіне қосымша жемісше де қойып, әдемі етіп ұсынсаңыз да болады. Міне бізде осындай пирожный шығады. Дәмі енді өте керемет, шоколадтың және бананның дәмі өте керемет үйлеседі. Әрі құрамы өте қарапайым. Ешқандай кілегейсіз, творожный сырсыз, өте керемет пирожный шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.